Бүгін сіздерге Амрон компаниясының ингаляторын распаковкасын жасап көрсетеміз. Насадкасы бар, взрослый и детский. Біз именно әдейі осыны таңдадық. Үлкендер де бізде қолдана береді. Мына өзіміздің растворымыз, физраствор. Так. Біз бұны алғанымыз біраз болып қалды. Сондықтан қағаз сәл ескілеу болды. Фильтрға жалғаймыз. Екінші басын мына физраствор қосатын мынау құтыға дейміз ғой, соған етеміз. Мөлшерлер жазылып тұр: 2, 4, 8, 9, 12 деген сияқты миллилитр. Так, ортасына қоятын қазір қалған сияқты. Мына үшбұрышты мына ортасындағы конусқа саламыз. Бұлай шабамыз. Детский қолданатын болсақ, бір-біріне байланыстыратын арасындағы заттар. Так, қоямыз. Қазір енді бірден физраствор құя салайын. Физраствордың мөлшері, мысалы, балаларыңыз 5 жасқа дейін 3-5 минут ингаляция жасайтын болсаңыз, негізі 3 минутта жетеді. Күніне 2-3 мәрте ғой. 2-3 миллилитр жетеді. Егер сіз, мысалы, амбро раствормен жасайтын болсаңыз, бірде-бір құясыздар. 1 миллилитр амбро раствор немесе амбробения, лазалған түрі көп қой. Немесе тағы бізде не бар? Бронхтарды ашатын сальбутамолмен. Оны бірде-бір физраствор 1 миллилитр. 1 миллилитр жаңағы растворыңызды қосасыз, қоясыз. Қазір тоққа қойып көрсетемін. Шығып жатыр. Мен назарный туш шайлымды бара жатырмын. Білесіздер ғой, мұрынды промывание жасайды деп жатамыз. Мына жеріне қосасыздар. Раствор мына жерге құйылады. Сосын мұрын тесігіне әдейі жұмсақ. Мұрын тесігіне апарады. Бір мұрынын қысып тұрады да. Мен сіздерге түсініктірек болу үшін суретін көрсетіп берейінші. Сіздерге көрінемін. Бір мұрынын қысып тұрады бұлай. Бір саусағымен. Содан ішінде раствор ғой. Басып тұрады. Ішінен бір мұрынын қысқан кезде промывание жасалғаннан кейін болған соң мынаны жібереді. Сол кезде тоқтайды. Солай жасайды. Так, мына кеттім. Сосын фильтр. Мынаны 70 рет. Фильтр мына жерде тұрады. Фильтр деп жазып тұрады. Соны 70 рет болған кезде өзі ауыстырасыз. 70 рет, яғни жаңағы ингаляция жасағаннан кейін енді средний ғой. Соны көресіздер. Сосын запасной береді. Соны ауыстырып қоясыздар. Бұл фильтр болмаса, жаңағы ингаляцияның әсері азаяды, ауыстырып тұрмасаңыз. Болды. Сонымен жаңағы назарный туш ауызға, тамаққа, өкпеге кету үшін жасалынады. Детский взрослый насадкалары бар. Физраствормен жасайсыз в основном. Енді врач назначениесімен қалғандары. Бұл Амрон S102 Total деген небулайзердің распаковкасы. Кстати, бізде еще гарантия бар. Так. 9-дің 26-сы алттық, 9-шы айдың 3 жылға өтем. Егер қандай да бір бұзылып қалған болса, барып тұрасыз, жасап береді өздері. Енді өз құтылып қалатын болса. Болды.